Облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті басшысының бірінші орынбасары Бақытжан Ниязов жыл басынан бері атқарылған шаруаларға есеп берді. Брифинг халықаралық сыбайлас жемқорлықпен күрес күні аясында ұйымдастырылды. Сапалы жол, адалдық алаңы, саналы ұрпақ, адал көмек, тегін құқықтық кеңес беру, парасаттылық бағыты бойынша істелген жұмыстар аз емес екен. Жалпы жыл басынан бері 9 сырттық талдау жүргізілді. Арнайы мониторинг топ және адалдық алаңы жобалық кеңсесінің мүшелерімен қатыстырылуымен 14 мониторинг жүргізілді. Ол мониторингтің 12-сі тақырыптық мониторинг болса, екеуі кешенді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпенен тіркелген құқық бұзушылықтардың саны 40%-ға жуық азайып отыр. Осы мерзімде тіркелген сыбайлас жемқорлықтың фактілері қай салаларда дейтін болсақ, жер қатынастары саласында біршама фактілер тіркелген. Одан кейін білім саласында, ауыл шаруашылық саласында қылмыстық оқиғалардың тіркелу фактілері өткен мерзімге қарағанда біршама тұрақты екенін көреміз.